Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пельмен жасаудың өте оңай тәсілімен бөлісетін боламын. Енді пельменді сағаттап түйіп жатудан қажет жоқ. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, пельменіңіз өте дәмді, өте керемет болып шығады, әрі аз ғана уақытыңызды алады. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыр үшін салқын суымызды, содан кейін бір осындай жұмыртқамызды қосып жібереміз. Және де бір шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жаңадан үйреніп жатқан қыз-келіншектер болса, міндетті түрде салқын суды қолданыңыздар. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ емес, қатты емес, орташа тығыздықтағы қамыр илейміз. Қамырыңызды ұстағанда тығыздау болатын және осылай жұмыс жасаған кезде қолға өте жағымды қамыр болып шығуы қажет. Қамырды міндетті түрде жақсылап илеңіздер. Ешқандай да түйіршік қалып кетпесін. Жақсылап илеп алғаннан кейін пакетімізге салып, әзірге тұндырып қоятын боламыз. Осы арада салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, ұсақтап туралған немесе блендерден өткізілген пияз, және де тұз, татымына қарай қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осы арада біздің қамырымызда тынып дайын болып тұрды. Енді осы қамырымызды алып, теңдей етіп, екі бөлікке бірдей етіп бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырларымыздан домалақ зуалалар жасайтын боламыз. Осылай домалақ екі зуалар жасап алып, пакетімізге салып, әзірге тындырып қоятын боламыз. Үйі қанып, тынып тұратын болады. Енді осы арада біздің сорпамызды дайындайтын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға сары майымызды тастаймыз. Менде қолдың сары майы, дүкеннің 82,5% сары майы да жарай береді. Егер болмаса, сұйық маймен жасасаңыздар да болады. Бірақ міндетті түрде осындай сары маймен жасауға кеңес беремін. Майымыз еріп болғаннан кейін үстінен ұсақтап туралған пиязымызды тастаймыз. Жақсылап араластырамыз. Пиязымыз шамалы қызарыңқырағаннан кейін үстінен майдалап туралған етімізді тастаймыз. Ет міндетті емес, қалауыңызша қоспауға да болады. Жылқы немесе сиырдың еті де жарай береді. Шамалы қуырып алғаннан кейін үстінен сәбізімізді тастаймыз. Сәбізіңізді басқа формада турасаңыздар болады. Осылай шамалы қуырып алғаннан кейін үстінен картопымызды тастаймыз. Картоптың да формасын қалауыңызша өзгертуге болады. Барлығын жақсылап шамалы қуырып алатын боламыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен томат пастасын саламыз. Тағы да шамалы араластырып қуырып алатын боламыз. Үстінен салқын суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, қатты отта қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін астын шамалы басып, бетін кішкене ғана ашық қалдырып, жай отта пельмендеріміз дайын болғанша қайнатамыз. Енді пельмендеріміздің қамырын дайындаймыз. Қамырымыздың біреуін шығарып, екіншісін пакетке салып қоямыз. Жаңадан үйреніп жатқан қыз-келіншектер болса, қамырдың жайылу жағын шамалы түсіндіріп өтейін. Ең алдымен осылай қамырымызға ұн сүйе отырып, кішкене қолдың көмегімен айналдыра отырып, осылай қолмен жайып алатын боламыз. Жұдырықпен басып, ортасына ұн себе отырып, айналдырып жайып аламыз. Ең басты осы жерде ескеретін нәрсе, сіздің қамырыңыздың кейіннен тегіс бір келгі әдемі болып шығуы. Осы қамырыңызды бастаған кезде түзу бастауыңызда, егер осылай түзу етіп басында жайып бастасаңыз, соңында да қамырыңыз дәл солай тегіс әдемі болып шығатын болады. Оқтаумен жайған кезде де осылай айналдыра отырып жаятын боламыз. Енді егер де сіздің жаятын жеріңіз қисық болатын болса, немесе оқтауыңыз кішкентай болатын болса, осылай орап отырып, екі шетін орап отырып жайсаңыз да, қамырыңыз бір келкі әдемі болып шығатын болады. Көп жағдайда шеткі қамырдың шет жақтарын қалың қылып жайып қоямыз деп жататын ханшайымдар да бар. Ондай кезде міндетті түрде қамырды осылай орағаннан кейін күш салып, ортасын баспай, екі шетінен ғана жай ғана қолдың өз күшімен айналдырып отырсаңыздар, осылай дәл видеодағыдай, онда сізде ешқандай да шет жақтары қалың болмайды. Егер оқтау түзу болса, және де тақтай түзу болса, сізде барлығы әдемі шығатын болады. Міндетті түрде осылай айналдыра отырып, қолдың күшін қатты баспай, оқтаудың өз күшімен осылай жай ғана ырғақпен айналдыра отырып жаятын боламыз. Егер де бірақ та сізде олай да шықпай қалып жатқан болса, міндетті түрде қамырды осылай бүктеп отырып, жайып көруге кеңес беремін. Осылай бір жайып алғаннан кейін ашып,
айналдырып келесі жәннен орайсыздар. Видеода көрсеттім. Шамалы ұн себуді ұмытпаңыздар, жабысып қалмасын. Кішкене осылай ұн сеуіп алғаннан кейін қайтадан қарама-қарсы беттен айқастырып, осылай жайсаңыздар, ешқандай да қамырдың шеті қалың болып қалмайды. Сіздерге түсінікті болсын деп тағы да бір рет көрсеттім. Осылай екі шетінен қарама-қарсы беттен айқастырып, осылай орап алып, қолдың күшімен ғана жайып шығатын боламыз. Екі қамырымызды да дәл осылай жайып алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ең соңына жақындаған кезде қамырдың жұқалығы осылай прозрачный болу керек. Байқасаңыз, дастарханның осындай узорлары көрініп тұратын болады. Енді осылай соңына қарай ұн сеппеңіздер, міндетті түрде ұрпақ қылмай, ұнды көп қылмай, ең соңында осылай жай ғана өзін жайып алыңыздар. Екінші қамырыңызды да дәл осылай жайып алыңыздар. Енді бір қамырымыздың үстіне осылай салмаларымызды салып шығамыз. Бұл бізде пельмендердің салмасы болады. Барлығын осылай бір келкі түзу етіп, оқтаудың көмегімен түзулей отырып, видеодағыдай қойып шығасыздар. Достар, егер менің каналымда алғаш рет болып отырған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, каналымның дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып, мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін кереметтей рецептермен бөлісетін боламын. Салмасын толық қойып шыққаннан кейін щеткамызды суға батырып, толығымен арасының барлығын сулап шығамыз. Жан-жағын толығымен сулап алғаннан кейін екінші қамырымызды беттестіріп, түзулеп, шет-шетін барлығын осылай қолмен бір келкі етіп тегістеп қысып шығамыз. Осылай бастырып шығамыз. Пельмендеріңіз түсіп қалмайтындай жақсылап бекітіп шығыңыздар арасын. Кейіннен оқтаудың көмегімен тағы да бастырып шықсаңыздар болады. Енді пельмендеріміздің арасының барлығын осылай 4 пішінде етіп кесіп алатын боламыз. Енді дайын болған пельмендерімізді осындай тақтайшаларға қойып дайындап қоямыз. Сорпаға салып, қажетінше қосып, артылған бөлігін мұздатқышқа салып қатырып қойсаңыздар болады. Дәл өсігенде салып қатырып, кейіннен пакетке салып қатырып қойсаңыздар, келесі дайындайтын сорпаңызға дайын болып тұрады. Осы арада біздің етіміз пісіп, сорпамыз да дайын болып тұрды. Енді пельмендерімізді сорпаға тастап, шамалы араластырып, бетін жауып, жай отта 15 минут пісіріп аламыз. Тағам ерекше дәмді болып шығады. Осындай сары майға жасағандықтан дәмі өзгешелеу болып тұрады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Етіміз толық піскен, салмасы ешқандай да шашырап қалмаған, кереметтей пельмен болып шығады. Бұны түшпара деп айтса да болатын шығар. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай аз көппен әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.